Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. 8 маусым жаңа студияда, жаңа қатысушылармен осы жерде танысып жатырмыз, білісіп жатырмыз. Бірақ жаңа ғана айтқан едім, жарнамаға кеткенге дейін біздің сыртта күтіп тұрған қонақтарымыз бар деп. Және ол жандар кімдер, қандай себеппен келді, не айтпақшы? Бәлкім осы жерде отырған кейбір қатысушыларға қатысы бар шығар. Және бәлкім кейбір қатысушыларға бір нәрсе айтқысы келді ме? Енді көрейік. Дәл қазір құпия қонақтарымызды ортаға шақырамын. Келіңіздер. Ой, біздің жігіттеріміз бен сұлу қыздарымыз ортада. Бекзат, қош келдіңіз. Көп рахмет. Сандуғаш, қош келіпсіз. Қалыңыз қалай? Келіңіз. Жәнібек, келіңіздер. Ал құттықтап келіп жатыр екен гүл шоқтарымен. Мына жерде келіңіздер, мейлі. Сандуғаш, сіз мында жайғасыңыз, жігіттер. Сіздерді сиямыз ба мына жерге? Мейлі, мында отырсаңыздар болады. Сұрақ көп, әңгіме көп. Мейлі, Жәнібек, қай жерге ыңғайлы, сол жерге? Сандуғаштың қасына отырғыңыз келіп тұр ма? Қалайсыздар, қаларыңыз қалай? Қоймайсыз. Қатысушылар, ассалаумалейкум. Нұрегем, қалайсың, Нұрегем? Сіздің қасыңызда отырайын болса. Мейлі, жайғаса қойыңыз. Өзіміздің ақ періштеміз қасында қалай отырмайсың? Қош көрдік сізді, көрген өте қуаныштымыз. Көп рахмет. Келіңіздер. Микрофонын бере қойсаңыз болады. Ал қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Сондай сәнді, әдемі болып тұрсыздар, сымбатты болып тұрсыздар. Рахмет болғызы ханым, қайырлы күн. Қалайсыздар, құрметті қатысушылар, қалдарың қалай? Жақсысыздар ма? Құрметті қазақ елі, қырғыз елі, Қарақалпақстан барлығына біздің барша көрермендерге сәлем жолдаймын. Кеп қалдық, шынымен де ыстық, күшті, андай бір біздің өзіміз уайымдап кететіндей бір сезім болып тұр негізі ше. Сондықтан жердегі енді бірінші эфирде қатысып жатқан қатысушылардың уайымын, сезімін түсініп тұрмын өзім. Ешқандай уайымдамаңыздар, бұйырса сіздердің енді өз жарларыңыз тауып, теңдеріңіз тауып кете беріңізге шын жүректен тілектеспіз. Көп рахмет. Қайырлы күн баршаларыңызға, құрметті қазақ елі, қырғыз елі, Қарақалпақстан елі. Мен жазғы маусымнан өзім келдім, мен шыны керек. Осы жазғы леппен енді өзім Нұрегемді көріп отырмын. Нұреге, ассалаумалейкум. Бәкен жүр екен. Бәкегем. Тайқазан болып кетпейді екенсізді. Осы қош көрдік, құрметті қатысушылар. Өте әдемі бейне. Ағамыз отыр екен, және де Ләскамыз отыр екен. Мен жазғы маусым досым. Ләска, досың қасына отырып алыпсың ғой. Және де Балауыз ханым, арғы мектептен де балалар жүр екен негізі. Басқа мектептен балалар қыздар жүр екен. Қош көрдік. Енді бұйырса бақтарыңыз... Жәнібек, айтамын да ше, сен Том и Джерри мен Нупаға дейін қосылып ойнаған көргенсің ба? Жоқ. Сондай сияқты ғой бұл да. Көрдің да енді. Сондай екен. Сол енді баршаларыңызды көргенде қуаныштымыз. Балауыз ханым, сізді көргенде өте қуаныштымыз. Мен де өте қуаныштымын. Сандуғаш, өзіңіздің дауысыңызды естіп қояйық. Қайырлы күн баршаңызға. Мен де өте қуаныштымын сіздерді көргенмен. Бір өзімнің екінші үйімдей болып кетті ғой. Бір алыс сапардан келген сияқты сезімдемін. Қатты қобалжудамын. Көп келмедім студияға. Балауыз ханым, сізді құттықтаймын. Қуанышты жаңалығыңызбен. Өте қуандық. Бәріміз риза болып қалдым. Сізге жас алып көптен күткен қуаныш. Сол жаңа қатысушылар, сіздерге ақ жол тілеймін. Өз бақыттарыңызды тауып, жеткісі келген ниеттеріңізге жетіңіздер. Сол қонақ болып шақырып қалдыңыздар, келіп қалдық. Негізі шынымен де студия өзгерген ғой. Басқаша болып кеткен негізі ше. Шымылдық қайда? Шымылдық жабылады ғой, сол күні көресіздер, құрметті көрермен. Шымылдық қайда деген сұрақ болуы мүмкін. Қайдан пайда болады, оны уақытында көреміз. Бірақ енді Бекзат, бірақ сіз шымылдықты сұрағаныңызға қарағанда, өзіңіз жүргеніңізге қарағанда, жапқыңыз кеп тұр ғой шымылдықты. Солай ма? Назерке қайда? Кім ол десең? Назерке енді... Бірге қоштасып кетіп едіңіз. Жоқ, енді біз негізі эфирдан кейін біраз уақыттан кейін, эфир біткеннен кейін негізі бір өзара шешіммен тоқтатқан болатынбыз. Қатты үміттеніп едік сіздерден. Өзімізде. Осы неге деп ойлаймын, бізде іште осы жерде жүргенде сіздерде сондай керемет махаббат болады. Барлығына куә боламыз, бірақ сыртқа шыққаннан кейін кейде енді ойлап қоям. Біздің бір енді
өзімізді керемет қылмай ақ қояйық, бірақ қаншама жандар бар осы Қосылайық бағдарламасының сыртында жұмыс істеп жатқан. Редактор қыздар бар, жігіттер бар, барлығы сіздердің бір ұрысып қалсаңыздар, немесе бір сөзге келіп қалып жатсаңыздар, ақыл айтып жіберіп, былай жасасаңыздаршы деген сияқты қолдаулар жетпей қалатын сияқты сыртқа шыққан кезде. Солай болатын сияқты негізі. Және де бір жағынан енді бұл студияда, бұл жерде біз енді күнде көреміз ғой бір-бірімізді. Күнде көргеннен кейін жібергіміз келмей ма деген сияқты бір әңгіме бар. Солай ой келеді сондай. Енді сыртқа шыққаннан кейін бірімізді көрмей қаламыз. Әмен уже бауыр басып тоқтайды, суи бастайды. Сонымен ай осы болмайды ау деген сияқты күдік ұялайды. Сондай күдіктермен жүріп бізде өзара келісіммен тоқтаттық қой. Яғни таныстықтарыңыз, арақатынастарыңыз жұптық тоқтады. Иә. Және сіз қазір енді ешқандай қыз жоқ, ойдақсыз. Жалғызбын, иә. Жалғызсыз. Ойдақпын, иә. Жәнібек. Жалғызым дегенде біздің қасымызда енді мен бар, Нұрекен бар шығармыз. Бірақ енді әрине, бірақ енді бағана келер алдында бір айтып қалды, о, әдемі қыздар бар екен, жақсы қыздар бар екен деп, соған қарағанда енді бұл кісі бекер келмеді ау деп ойлаймын негізі. Қойыңыз. Иә, Бекзат жай айтпайды негізі, бекер айтпайды. Негізі былай орындық жарасып тұр ма, Павлодар ағам қалай? Женский емес па, нормально тұр ма? Деп атқаным ғой. Жарасып тұр-ау, бірақ білмеймін енді. Әлде ана орындық жараса ма маған? Ол адамға байланысты. Адамға байланысты, Иә, жаныңызда кім болатынына байланысты. Оны көре жатармыз. Ал Сандуғаш, сізде қандай жаңалықтарыңыз бар? Менде жаңалықтың барлығы қазір 21 ғасыр, енді Инстаграмнан бәріміз бір-бірімізге тіл келгенбіз, бәріңіз байқап жатқандай, біз қатысушылар болып кішігірім шетелге шығып демалуға барып келген болатынбыз. Сондай күшті екен, шетелге бір шықсан шыққым келіп тұрады екен, қайта жақын арада тағы да жоспарлап отырмыз бір жаққа. Енді негізі, құрметті көрермен, өздеріңіз білесіздер ғой, жазғы маусым кезінде, оның алдындағы 7-ші маусымның соңында осы жерде сенбілік эфирлерден жеңімпаз атанып, Әділжан мен Гүлвира жеңімпаз атанып, Зухра мен жазғы маусымда Расул мен Зухра жеңімпаз атанып, шетелге саяхатқа кеткен болатын. Қосылайық бағдарламасының атынан жолдама сыйланған еді, ұтып алған еді. Керемет демалысқа барып келді. Енді ол кісілерді міндетті түрде алдағы уақытта қонаққа шақырамыз. Қалай болды, не болды, барлығы енді сол кезде сұрай жатамыз міндетті түрде. Бірақ сол кезде сізде ілесіп кеткен сияқтысыз, иә? Иә, қастарына барып, менде серік болайын деп. Бір жағынан шетелге шыққанды жақсы көремін, өздеріңіз де білесіз ғой, осында отырғанда да айтып жүретін ылғи да. Бірақ енді сол шетелге жүріп қыдырып соларды азайтамыз ау, өйткені басым әлі бос. Басыңыз бос? Басым бос, иә. Айтамын да, насып қыдырып жүрсе әрине басыңыз бос болады. Мен де бағана айтып жатырмын да, маған бізді де көріп айтып жатыр, сендер сағынып қалдым, давайте бәріміз жиналып мафия ойнайық дейді. Мен мафияны не істейсің? Одан шығып осы жерден бір тенін тауып сен де кел деп айтып жатырмын да. Енді бұйырса енді баршаларыңызға жұғысты болсын дегім келеді. Енді осы маусым, жазғы деп үйреніп қалыппын ғой. Осы жаңа 8-ші маусымда өздеріңіздің теңдеріңізді табуға шынайы ниеттеспін. Нұржан, саған 2 рет тілектеспін. Нұрекем, бәке, көргеніме өте қуаныш. Бірақ Жәнібек, өзіңіз туралы ештеңе айтпадыңыз ғой, жазғы маусымда бетіңіз қайтып қалғаннан кейін. Әрі қарай ізденіс болмады ма? Ол кісінің буы ауыр екен негізі. Сол буымен кетіп қалдық қой бәріміз. Жоқ, енді жазғы маусым осы жақында ғана бітті ғой негізі, бірақ қазір жұмыстамыз енді, той саласында дегендейсіз. Сәл енді ізденіс барысындамыз, бірақ үйреніп қалады екенсің, осы жерді сағынып тұрасың негізі, Қосылай жобасын сағынып тұрасың, шынымен де бәлкім осы жақтан бәлкім табылар деген ниет қой көбіне. Иә, Нұржан, нағып үндемей отырсыз? Жоқ, енді айтывасың деп адым ғой, қош келдіңдер жігіттер, ассалаумағалейкум жандарым. Осы кісілер ғой, негізі менің айналам осы кісілер. Сандуғашты да көріп қуанып адым, енді бұрынғының адамдары ғой енді бұл кісілер. Бірақ енді, сіздер бұрынғы болып қалдыңыздар уже. Мен Жәнібекті түсінбедім да, жазғы маусымның бітуіне бір күн қалған кезде жобамен қоштасып кеттім.